Менің сұрағым Қорғаныс министрлігінің өкіліне арналады. Заң жобасында әскери қызметтен босатылған адамдарға әскери есепке тұру, немесе тұрғылықты жеріне бару, сондай-ақ елдің аумағында мемлекет есебінен мүлкін тасымалдау құқығы беріледі. Бірақ бұл норма 13 маусым 2017 жылдан кейін әскери қызметтен босатылған адамдарға қолданылады делінген. Осыған байланысты дәл осы күннің белгілену себебін түсіндіріп берсеңіз. Мұрат Жайұлы Майкеев, бірінші орынбасары Қорғаныс министрі. Құрметті Нұрлан Зайроллаұлы, құрметті депутаттар, рұқсат берсеңіз, мағынасы жеткізу үшін, жақсылап түсіндіру үшін мен ресми тілмен айтып берейін. Аударма бар. Рахмет. Уважаемые коллеги, законопроект принят 13 июня 2017 года. С этого момента наши военнослужащие были по неизвестным причинам лишены права по увольнению в запас переезжать за счет государства и перевозить вещи. Эта норма была всегда, поэтому мы в своем предложении не ограничение делаем, а уточняем конкретный срок, с которого срока начнут восстанавливать наши военнослужащие свое право и восстановить социальную справедливость.